Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Ömrünüz қалай болып жатыр деген söz. Benim dersime hoş geldiniz. Benim sabahıma hoş geldiniz. Bugün ben Türk dilinde en çok kullanılan 15 kelimeleri söyleyeceğim. Hazır mısınız? Егер де дайын болсаңыз, жақсылап жайғасып, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Hadi bakalım. Ендеше дәл осы сөзден бастайық. Hadi bakalım. Hadi деген не мағына? Hadi бұл қане деген сөз. Hadi bakalım, қане қарайық. Bakmak, қарау деген сөз. Hadi bakalım, қане қарайық. Енді тағы да мысал келтірейік. Hadi gidelim. Қане кеттік. Hadi başlayalım. Қане бастайық. Яғни түсінікті ғой, кез келген сөздің алдына қойып, етістіктің хади деп айта аласыз. Ал егерде хадия деп айтатын болсаңыз, бұл мақынау мағынасында, мақұлдау мағынасында. Я келісемін, кәне кеттік, давай деген сөз ғой орысшада. Келесі сөзіміз яғни. Яғни қазақ тіліндегі яғни деген сөзге тұппа тура сәйкес келеді. Немесе сонда деп те аударсаңыз болады. Мысалы, насыл яғни, қалай сонда? Қалай яғни деп айтсаңыз да болады. Яғни oldu mu? Яғни болды ма? Не білеймін яғни. Не білемін сонда? Немесе не білемін? Яғни. Яғни кішкене де болсын, нақтырақ айту үшін яғни деген сөзді қолданамыз, я? Түрік тілінде дәл солай. Яғни деп айтады. Осы сөзді көп естіген шығарсыз, я? Бұл сосын деген мағына береді. Мысалға, сізге біреу әңгіме айтып жатыр, сосын тоқтап қалды. Сіз болсаңыз, сосын не болды? Дейсіз ғой қазақша. Ал түріктер деп айтады. Бірақ ол сөз. Яғни сосын деген мағынаны береді. Sonra ne oldu? Сосын не болды? Келесі сөзіміз yapmak. Yapmak, жасау, істеу деген мағынаны береді. Бірақ ол алдындағы сөзбен үйлесіп, басқа да мағыналар беріп жатады. Мысалы, ev ödevini yapmak. Ev ödevi, үй тапсырмасы, үй жұмысы. Үй жұмысын істеу, жасау деген мағынаны береді. Келесі, temizlik yapmak. Temizlik, тазалық деген сөз. Yapmak, яғни істеу. Тазалау, тазалық жасау. Yatak yapmak. Yatak yapmak, бұл төсек салу деген сөз. Ал егерде yapma деп айтатын болса, бұл жасама, қойшы деген сөз. Мысалы, біз қазақта айтамыз ғой, қойшы, болды деп айтамыз ғой. Олар yapma деп айтады. Келесі бір әдемі сөзіміз, ол güzel. Güzel екі мағынаны береді. Әдемі, жақсы. Қазақ тілінде эквиваленттері көп, иә? Мысалы, сымбатты, сұлу, көрікті, дидарлы деген секілді. Мысалы, ne kadar güzel ve akıllısın. Я, сіз камераның, видеоның ар жағында отырған оқырман. Қандай ақылды және көрікті едіңіз? Өйткені сіз шет тілін үйренуге, білім алуға келіп отырсыз. Неткен ақылды және көрікті едің? Түсінікті болса, келесі мысал. Güzel bir kız. Güzel бұл қыздарға айтылады. Мысалы, әдемі қыз. Ал егерде ер адамға айтатын болсақ, yakışıklı. Yakışıklı bir erkek. Сымбатты жігіт. Güzelдің тағы бір мағынасы жақсы деген сөз. Мысалы, her şey güzel olacak. Бар нәрсе жақсы болады. Бәрі жақсы болады. En çok kullanılan kelimelerin biri önce ve sonra. Önce дегеніміз алдымен, бұрын деген сөз. Sonra, сонан соң, сосын деген сөз. Осыған байланысты түріктерде махал, мәтел бар. Ол önce güzel bir iş, sonra da bir eş. Алдымен жақсы жұмыс, одан кейін жақсы жар. Келесі сөзіміз neyse. Neyse маңызы жоқ деген сөз. Мысалы, neyse boş ver. Маңызды емес, қоя берші. Boş ver, қоя бер, босата сал деген сөз. Ал егерде сіз жолыңыз түсіп Түркияға барып жатсаңыз, сізге біреу шт дейтін болса, сіз оған дымда ренжімеңіз. Себебі түріктер үшін бұл қалыпты жағдай. Яғни ол сізді шақырудың орнына деп ысқыра салуы мүмкін. Мысалы, buraya gel.
Яғни ысқырып сізге мұнда кел деп айтуы мүмкін. Бірақ бұл түріктерде өте қалыпты жағдай. Сондай-ақ Түркияда өте көп қолданатын сөздер аби, абла, кардешим. Бұл сөздерді түріктер танымайтын адамдарға да айта береді. Мысалы, көшедегі адамға аби деп айту мүмкін, яғни аға. Біз қазақта қайтып айтамыз? Көбінде қазақша емес, орысшаға кетіп жатамыз. Братан, брат деп жатады, ал Түркияда аға деп айтудың орнына сіз аби деп айтасыз. Немесе әпке, абла. Кардешим бауырым деген сөз. Бірақ бұл сөзді тек қана бауырыңызға емес, сондай-ақ ер адамдар бір-біріне Түркияда кардешим деп айта береді. Келесі сөзіміз хақында. Хақында туралы, жайлы деп аударылады. Мысалы, Казахстан хақында не düşünüyorsunuz? Қазақстан туралы не ойлайсыз? Байқағаныңыздай, хақында туралы. Arkadaşım, bugünlük bu kadar. Benim videolarımı gördüğünüz için, duyduğunuz için size çok teşekkürler. Kanalға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Шолпан Асылбекқызы. Алдағы уақытта көрсеміз, görüşürüz. Güle güle.